Ақтау қаласындағы мал қорымы және инсинератор құрылысына осы қала тұрғындары мен қоғам белсенділері, оның ішінде ветеринарлар өздерінің сұрауларын жолдаған болатын. Бұл жоба қаламызға және облысымызға өте қажетті жоба. Оны іске асыру бізге қазір қойылған мақсат. Ол жұмыстардың жобасы қазіргі таңда дайын, мердігер мекемесі анықталып тұр. АБТМ деген мекемемен 22 тамыз күні 2023 жылы келісімшартқа отырдық. Және осы 24 жылдың басынан бастап құрылыс жұмыстарын бастарды. Алайда құрылыс жұмыстарының кезінде бірнеше мәселелер туындады. Оның ішінде жобада қарастырылған биометриялық шұңқырлар 3 дана салу керек болатын. Соны жерін қазу кезінде негізі жоба бойынша 10 метр тереңдікте қазылу керек. 5 метр қазғаннан кейін су шықты жердің астынан. Сондықтан қазір технологиялық шешімдерін жобалаушы мекемемен бірге қарастырып жатыр. Жобаның құны 160 миллион теңге. Ал мердігер мекеме оны 137 миллион теңгеге ұтып құрылыс жұмыстарын бастауға дайын. Геологиялық жұмыстар дұрыс жүргізілмеуіне байланысты осындай мәселе туындап тұр. Ол мәселе бойынша біз жобалаушы мекемеге хаттарын жазып талап етудеміз. Қазір басқа технологиялық шешімдерін анықтап беруге және оларға жобалаушы мекемеге өзінің сотқа шағымымызды дайындап жатыр. Өтірік ақпарат бермеген, геологиялық жұмыстарды дұрыс жасамаған үшін. Олармен сөйлессек бірнеше рет болған жиналыстар. Басқа аумаққа көшіру, сол учаскеге басқа аумаққа көшіп беріп, өздеріміз технологиялық шешімдерін ұсынамыз деп өздерінің уәжін айтқан болады. Бірінші мемлекеттік сәулет құрылыс басқармасына хатын жолдаймыз. Осындай анықталған кемшіліктер бойынша шара қолдану үшін жобалаушы мекемеге. Жоба жасақтау үшін ақша төленді кезінде. Оның ішінде геологиялық жұмыстар да бар. Бізге жобасын жасақтап берді, сараптаманың оң қорытындысын алып берді. Сол бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Ол жоқ күйі деп айтуға келмейді. Басқа технологиялық шешім ұсынса бізге жұмыс жалғастыра беруге мүмкіндік бар. Себебі оның қасында біз қазір мал питомник дейміз ғой. Иттерге, мысықтарға, жабайы жүрген жануарларға питомник салуға қарастырып отырық. Жобалау жұмыстарын жүргізіп жатырық. Мал қоры мысалы қасында болады. Малды жаңа ауырған кезде түрлі инфекциялар болған жағдайда ол малды өртеп, биометриялық шұңқырға көму арқылы инфекцияларды жою мақсатында салынайын деп жатыр. Жоқ, ешқандай мал соймайды. Ол жерде мал өлексесін жаңа пеш дейміз ғой, инсинератор деген пеш бар, сол жерде өртеп, өртенген жаңа күлін биометриялық шұңқырға 10 метр тереңдікке көмеді. Инфекциялардың алдын алу үшін. Енді бізде мысалы соңғы кездерде құстардың өлімі болды, жануарлардың өлімі болды. Соның алдын алу мақсатында. Бізге ветстанция дейді ғой. Сол жерден бірнеше рет хат келіп түскен, осындай мал қорымы, инсинератор бізге қажет деген. Бірнеше рет келіп. 21 жылдан бері келіп жүрді, осы енді бастап жатыр. Рұқсаты барлығы бар, біз тапсырыс беруші ретінде алып бердік. Барлық құжаттарын сәйкестендіріп қойдық. Енді жұмыс жасау керек. Тек ана жерден биометриялық құдықтан су шығуына байланысты тоқтап қалып отырық. Біз қазір ойлап отқанымыз үстіне қарай 5 метр жерді биіктетіп, 10 метр қалуда тереңдігі. Енді ол біздің қазір тек ойлап жатқан нұсқамыз, бір нұсқа, болады болмайтын белгісіз.